Қазір құрсақ қуысы ағзаларының зерттеу әдістері өте көп. Жалпы КТ, МРТ, ультрадыбыстық зерттеу, сондай зерттеулердің нәтижесінде көптеген адамдарға қазіргі кезде Қазақстанның ішінде, осы тұрғындардың ішінде көптеген адамдарға бауырлық майлы гепатоз деген диагнозды қойып жатады. Жалпы былай қарап отырсаң, бұл көптеген процент адамдардың ішінде, мысалы өті ауыратын адамдар секілді процентпен бауырдың да майлық гепатоз ауруы өте жиі тараған. Және былай зерттемей жүрген адамдар, яғни өзінің бауырын және де өтінде ешқандай мәселе жоқ деп ойлайтын адамдарға қазір мен бірнеше симптомдарды айта кетейін. Және де ол симптомдар сізде кездесетін болса, онда осы менің видеомды соңына дейін көріп, және осы аталған кеңестерді жасап көрсеңіздер деймін. Видеомның бүгінгі тақырыбы, егер де бауырыңыз ауыратын болса, қалай үй жағдайында бауырды тез тазалауға болатын негізгі 6-7 кеңесімен бөлісетін боламын. Егер сізде іш қату, іштің кебуі, үлкен дәретке көп шығу, немесе шыға алмауыңыз, одан бөлек ауызға қышқылданның келуі, арықтау секілді симптомдар болса, онымен қоса созылмалы шаршағыштық, денедегі көгерулердің пайда болуы, онымен қоса дұрыс емес тамақтану, тәбеттің жоғалуы, семіздік, депрессия, стресс, одан бөлек терлеу, өздігіңіз ешқандай физикалық күштемелерсіз, және ең соңғысы розацея, бұл беттегі қызыл бөлікпелердің, қанталаулардың болуы. Яғни осы симптомдар сізде кездесетін болса, хотя бы 1-2, онда сізге ойлану керек. Жалпы бауырды үй жағдайында тазалауға болады, асқынбаған жағдайында. Және осы кеңестерді ұстану барысында сіздің жалпы теріңізде, гормоналдық жүйеңізде, эндокриндік жүйеңізде, жалпы барлық жүйелеріңізде белгілі бір реттелулер және де жақсарулар байқалатын болады. Ең бірінші кеңесім бұл тұрақты түрде су ішу. Су өте қатты ыстық болмау керек, яғни қайнаған түрде ішіп алмауыңыз керек, немесе өте қатты салқында болмау керек. Бөлме температурасында немесе қатты ыстықтан сәл жылыға қарай өткен шақта суды ішкен дұрыс. Жалпы судың техникасын және оның қалай ішу керек екенін алдыңғы видеоларымда айтып кеткен болатынмын, және сол жайында толығырақ көрсеңіздер болады. Екінші, бұл көп терлеу. Өзіңізден өзіңіз терлеуден бөлек арнайы физикалық жүктемелерді жасау арқылы, терлеу арқылы бауырымызды тазалауға болады. Суды ішу және де денені тер арқылы тер шығару, бұлардың барлығы бауырдағы жинап қалған токсинді заттарды шығаруымызға көмектеседі. Көп терлеуге көмектесетін әдістер оларға яғни спорт, жай жүру, жүгіру, секіру, отжимания жасау, немесе баня, сауналарға бару, бұлардың барлығы терлеуге көмектесетін әдістер болып табылады. Бірақ баня, сауналарға күнде бармау керек, өйткені біздің организмімізге керекті тұздар бар, натрий, хлор деген секілді. Және осы тұздардың организмнен шығып кетуі де біздің жалпы организміміздің әлсіреуіне, сусыздануға алып келеді. Сол себепті барлығы өз ретімен болған дұрыс. Үшінші, бұл өте қатты өңделген тағамдарды тұтыну. Ол тағамдарға бізде күнделікті жейтін майлы тағамдар, донер, фастфудтар, одан бөлек чипсы, бұлардың барлығы колбаса, және шұжық, сосискалар, бұның барлығы былай қарап тұрса өте көп өңделуден өткен, құрамында көптеген дәмдеуіштері бар өнімдер болып табылады. Бұлардың барлығы біздің бауырымызға түсіп жатқан токсинді заттар, және де оны тез қорытуға және де тез өңдеуге біздің бауырымыздың шамасы жетпейді. Соған байланысты көп тұтынатын болсақ бұл өнімдерді, біздің организмімізде гепатоздың көкесі дамитын болады. Және төртінші кеңесім бұл жемістерден, көкөністерден сусын дайындап ішу. Күніне 1-2 стаканнан ішіп отырсаңыз, сізге жеткілікті болып табылады.
Келесі кеңес бұл құрамында калий бар тағамдарды көбірек тұтыну. Оларға біздің жалпы көкөністердің ішінде, жемістердің ішінде кілең жасыл өнімдерді айтсақ болады. Оларға петрушка, укроп, авокадо, орамжапырақ, қияр, осы жасыл өсімдіктердің барлығы бізді калийді өте көп мөлшерде организмге жіберуімізге көмектесетін болады. Және күнделікті бізде калийдің деңгейі 5000 миллиграмм түрде түсіп отыру керек. Және бұл біздің организмімізге бір тәулікке жеткілікті мөлшерде болып табылады. Одан бөлек картофельді жаңағыдай суға қабығымен бірге асып және соны салқын түрде жеу, ол да калийдің организмге көп түсуіне жақсы септігін тигізеді. Және бір жеміс бар, ол банан. Бананның құрамында да калий өте көп, бірақ та қант диабеті бар адамдар үшін бананды өте сақтықпен қолданған дұрыс. Неге десеңіз, банан өте құрамында қанты көп жеміс болып табылады, және де оны көп тұтыну қант диабеті бар адамдарда қанттың деңгейін жоғарылатып жіберуі әбден мүмкін. Және соңғы кеңесім бұл гепатопротекторларды қолдану. Гепатопротекторлар деп отырғанымыз бізде бауыр гепатоциттерден тұрады, яғни бауыр жасушаларынан. Осы гепатоциттердің қайта қалпына келуіне септігін тигізетін жалпы өнімдер деп айтсам болады. Олар таблетка түрінде де болады, аптекаларда сатылады, және де табиғи жаңағыдай керекті күнделікті магазиннен барып алатын өнімдердің де құрамында болады. Ол қандай құрамында болады? Яғни куркуминнің, сарымсақтың, және де одан бөлек лимон шырынының құрамында, және де старофишаның құрамында, және де қазіргі кезде витамин N деген шыққан. Ол туралы кейінірек айтатын боламын. Және осы өнімдерді жеу барысында біздің организмімізге как гепатопротектордың қызметін атқаратын болады. Сол үшін осы өнімдерді қолданып көріңіздер, және оның алдында айтылған өнімдерді және упражнениялар, жаттығуларды жасап көрсеңіздер, осылардың барлығы сіздің бауырыңыздың қызметін жақсаруына септігін тигізеді. Осы әдістерді 1-2 апта қайталап және де нәтижесін байқауыңызға да болады. Егер видеом ұнайтын болса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және арнама тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.